Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті достар, біздің осы Instagram парақшасында біз Алланың қалауымен тікелей эфирге осы имам Азам Абу Ханифа рахимахуллахның, Алла ол кісіне рахмет алсын, сол кісінің Әл-Васия атты кітабын бастаған болатынбыз. Біз кезекті тақырыбымыз осы 8-ші өсиетке келіп жеттік. 5-ші өсиетке келіп жеттік. Алланың қалауымен осы 5-ші өсиетті біз бастаймыз. 5-ші өсиетте жалпы не туралы айтылған? Имам Азам Абу Ханифа рахимахуллах былай деп айтады: хақ елшіден Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмметінің ішіндегі ең абзал жандардың бірі, олар Абу Бакр, Омар, Осман, Али радиаллаху анхулар дейді. Жалпы осы 4 адам. Енді жалпы біз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол осы жаратылыстың ішіндегі ең абзал жан болып есептелінеді. Екінші, ол сахабалардың ішіндегі осы аты аталған Абу Бакр, Омар, Осман, Али радиаллаху анху болған осы 4 сахаба. Егер осы 4 сахаба біздегі жүректегі махаббатымыз жалпы бір сол кісілерге арналу қажет. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады: менің асхабтарым дейді, олар аспандағы жұлдыздар секілді дейді. Олардың қайсысынан ұстасаңдар да ешқашан да адаспайсыңдар дейді. Жалпы олар туралы Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: «Васабиқун сабиқун улайкал муқаррабун фи джаннатин наим». Міне солар озаттар дейді. Яғни сахабалар айтып отыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның. Олар Аллаға жақын болғандар және де жәннаттағы нығметке бөленетіндер дейді. Яғни сахабалар олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дәуірінен кейінгі жалпы тура жолды етектеріне ұстанатын жалпы адамдардың бірі. Себебі олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасында пайғамбарымызға қиын қыстау кезінде сол кісінің қасында болды. Исламда бірге жайысты. Жалпы көптеген қиыншылықтарды бірге көрген болатын. Енді имам Азам Абу Ханифа рахимахуллах былай дейді: біздің алдын өткен сахабалар дейді, абзал адамдар. Егер де біз оны тақуалыққа салатын болсақ, және де әрбір тақуа момын адам оларды жақсы көреді дейді. Ал 200-ді бақытсыз адамдар оларды жек көреді. Яғни сахабаларды айтады. Енді біз 5-ші өсиетті аяқтадық. Енді біз кезекті тақырыбымыз осы 6-шы өсиет болады. 6-шы өсиетте не деп баяндайды имам Азам Абу Ханифа? Абу Ханифа былай дейді: пенденің өзімен істері куәлік беруі және де Алланы тануы, Алланы білуі, оның барлығы жаратылған нәрсе екендігіне куәлік, яғни жаратылған нәрсе екендігіне біз сенеміз дейді. Егер де ол жаратылған болса, пенде өзі жаратылған болса, онда пенденің істері де жаратылуы ол ақиқат дейді. Яғни ол анық нәрсе дейді. Енді 7-ші өсиетте былай дейді: әлбетте Аллах Тағаланың барша жаратылыстың жаратқандығына және олардың өз бетімен еш нәрсе істей алмайтындығына куәлік береміз. Себебі пенде өз ісімен бір нәрсені жасай алмайды. Яғни ол әлбетте Аллах Тағаланың несіне былайша айтқанда көмегіне, Аллах Тағаланың бір күш салып қоюына мұқтаж болады. Себебі біздің тағдырымызға жазылған нәрсенің барлығы ол Аллах Тағаланың әмірімен болатын нәрсе. Себебі Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: «Аллаху халақакум сумма разақакум сумма юмитукум сумма юхийкум» дейді. Садақаллахул азим. Аллах Тағала не дейді? Сендерді жараттық дейді. Одан кейін сендерге ризық бердік дейді. Яғни одан кейін біз сендерді өлтіреміз және де тірілтеміз дейді. Бұл жердегі нәрсе
Аллах Тағала бұл біздің осы жалған дүниеге бізді былайша айтқанда жаратты пендені. Одан кейін бізге ризық берді, нәпақа берді, тамақ берді, бала шаға берді. Жалпы осының нәрсенің барлығы ризық деп аталады. Одан кейін осы ризықтан кейін бізді Аллах Тағала ризығымызды тоқтатқаннан кейін біздің жанымызды алады екен. Жанымызды алғаннан кейін міндетті түрде бізді тірілтеді. Юхейкум, біз сендерді тірілтеміз дейді. Не үшін тірілтеміз? Бұл дүниеде жасап кеткен әрбір жақсылығымызды, әрбір жамандығымызға біз жауап беруіміз үшін міндетті түрде біз кері тірілу керек екенбіз. Себебі Аллах Тағала осы нәрсені бізге реттілікпен айтып жатыр. Енді имам Азам Абу Ханифа рахимахулла жалпы адамның үш сипаты болады дейді. Адамның үш сипаты адамның үш түрі болады дейді. Үш түрлі адам болады дейді. Біріншісі иманды адам, екіншісі күпірлік берік адам, үшіншісі екіжүзділік адамдар дейді. Біріншісі жалпы осылар туралы Аллах Тағала Құран кәрімде былай дейді: Я айюхан насу тақу раббакум дейді. Ей адам баласы, Аллах Тағаладан қорқыңдар дейді. Яғни бұл жердегі тәпсірдегі түсіндірмелер былай деп айтылады. Яғни ей адам баласы, Алладан қорқыңдар деп жатқаны жалпы бұл жерде барлық адам баласы туралы айтып жатыр ғой. Яғни ол жерде ішінде иман келтіргені бар, келтірмегені бар, келтірдік деп өтірік айтып жүргендер бар. Сол себепті бұл жердегі тәпсір, бұл жердегі түсіндірме былай: ей мүміндер, ей мұсылмандар, Аллаға бойсыныңдар. Және де ей кәпірлер, Аллаға иман келтіріңдер. Ей екіжүзділер, өздерінің әрбір істеген нәрселеріңе ықыласты болыңдар дейді. Яғни осы нәрсенің барлығы ол Аллах Тағаланың бізге беріп, бізге жазған, бізге айтқан бұйрықтарының бірі. Енді жалпы біздегі амал ол үшке бөлінеді дедік. Біріншісі парыз амал, екінші қосымша амалдар, үшінші күнә істер. Яғни біздің басымыз, біздің осы келіп жатқан, жүріп жатқан жолымыз үш нәрсеге түйіседі екен. Біз Аллах Тағаланың несіне парызына, болмаса өзіміздің сол парыздарды толықтыру үшін қосымша амалдарды, одан кейін егерде ол екеуі де болмайтын болса, яғни екеуі жақсылық. Парыз Аллах Тағаланың парыз еткен нәрселері. Екіншіден ол Аллах Тағаланың бізге осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи арқылы артығырақ бізге үйретіп кеткен амалдары. Яғни амалдарды арттыру мақсатында, сауапты көбірек алу мақсатында. Одан кейін бізде күнә істер. Яғни бұл жердегі күнә істер ол Аллах Тағаланың бұйырып және тыйған нәрселеріне біздің қарсы шығуымыз. Яғни біз осындай үш күйде болады екенбіз. Егерде біздер күнә жасап Аллах Тағаланың бұйырып кеткен нәрселеріне бойсынбайтын болсақ, біз әрине маасия, яғни Аллах Тағалаға қарсы шыққан адамдардың бірі болады екенбіз. Енді бізде 8-ші өсиетте былай дейді. Жалпы 8-ші өсиет ол пенденің, жалпы адамзаттың амалына байланысты. Яғни біздегі амал, біздегі күш қуат ол мынандай нәрсе. Біз мысалға мен алып қазір бір болмаса үстелді мен көтеретін болсам, ол жердегі көтеретін үстелдегі күш ол екі түрлі болады дейді. Жалпы күш біріншісі осы үстелді көтермес бұрын менде ол күш болады. Болмаса ол күш кейін пайда болады. Яғни бізде қандай да бір іс-амал жасайтын болсақ, оған берілетін күш сол амал жасайтын кезде ғана беріледі. Яғни Аллах Тағала сол күшті бізге салып қояды. Ал егерде біз
мысалы қандай да бір амал жасайтын болсақ, ол күшті біз оның сол амал жасамастан бұрын оның алдын алатын болсақ, күшті, яғни күш біздің алдын болатын болса, неден, амалдан, онда біздің жаратылыстың жаратушыға деген неміз, былайша айтқанда, бағынуымыз, жалпы былайша айтқанда, біздің оған бағынышты болуымыз екі талай болып қалады. Себебі, егер де біз Аллах тағалаға мұқтаж болмасақ, онда біз қалай пендеміз, біз қандай жаратылыс боламыз. Сол себепті бізде қандай да бір амал туатын болса, қандай да бір іс болатын болса, сол істі жасап жатқан кезде күш, ол міндетті түрде сол кезде беріледі, сол сәтте беріледі. Одан кейінде емес, одан алдында емес. Яғни осы нәрсеге біз толықтай сеніп, толықтай күш қуатымызды сол нәрсеге жалпы береді екенбіз. Себебі осындай нәрселер бізді пенделік нәрселерді адастыру мүмкін. Аллах тағала осы біліп білмеген нәрселерімізге біліп, және ол нәрсеге амал етуді баршамызға нәсіп етсін. Аллах тағала осындай бізді жаман індеттерден, жаман аурулардан сақтасын деп тілейміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.